Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 19 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыздар. Оқушылар, бүгін біз дала өсімдіктері деген тақырыппен танысамыз. Біз бұл сабақта дала өсімдіктерімен, амоним сөздерімен танысамыз. Бірінші тапсырма өлеңді мәнерлеп оқыңдар. Тауқонақ, шайшөп, маңқа, құл, небес, сүттіген, еңлік, мүйіз, киіз, киік, ақшалғын, көке, марал, бетеге, раң, жапырақ теңге, бұйра, қисық, иық, балдырған, у қорғасын, атқұлақты, елік жүр соны сында, соны қиып, желкеуір, бәрпі, шырыш, шытыр, сауыны, биемшектің, кептір, еп, мыңтамыр, жуа, рауғаш, жау, жапырақ, балауса, сорғыш, селдір, ермен, бақбақ, сыбызғы, жал, құлма, қарақияқ, шоңайна, меңдуана, сора, шақпақ, ішінде сол қурайдың сұлу болар, шырмауық, кендір, қылша, жылан, қияқ, қанжыға, қоға, сасық, аққой болып, бөлінеді жуалар мен таусарымсақ. Тапсырма: төменде берілген атаулардың шығу тегіне, мағынасына қатысты өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Бұл өсімдіктер жуалар мен таусарымсақтың түрлеріне жатады және де әр өсімдіктің атауы оның бейнесіне байланысты қойылған. Тапсырма: төмендегі атаулардың айтылуы мен жазылуында қандай айырмашылық бар? Шайшөп, ақшалғын, қорғасын, желкеуір. Тапсырма: дұрыс жауапты дөңгелекте белгілеңдер, себебін түсіндіріңдер. Аққой, бақбақ, жыланқияқ, киізгиік, қарағаяқ, раң, тауқонақ. Амоним сөздер: айтылуы мен жазылуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер амонимдер деп аталады. Мысалы, ат — балаға қойылатын есім, заттың атауы. Ат — мініске пайдаланатын жылқы. Ат — жылқының басына ұқсатып жасалған шахмат фигурасы. Ат — қару-жарақтан оқ шығару, ату. Есте сақтаңдар, амоним сөздер бір сөз табына, кейде әртүрлі сөз табына қатысты болып келеді. Екінші тапсырма: жасырылған амоним сөздерді табыңдар. Бірінші: ағаш кесіп тынбайтын, кейде бал да сыйлайтын. Ара: айқастарда үздік шыққан өр жанмын, ат үстінде кейде тағың болғанмын. Ер: өкінгенде оқыс айтып қаласың, оған кейде асығыңды саласың. Қап: түспін көзі жеткенге, жерге шығам көктемде көк. Әркімге тән өзіндік белгі, бірде мен санмын кәдімгі жүз. Бірде мен етік тігемін, өзіміз деп те білемін біз. Үшінші тапсырма: сөйлемдерден амонимдер тауып, қандай мағынада қолданылғанын көрсетіңдер. Жерде ғаламшар жер, аяқпен жүретін жер, жер сферасы. Күй — домбырамен ойнатылатын күй, адамның көңіл күйі. Ат — жылқы, адамның аты. Қаптап, көп адам болып кету, орындықтың сыртын қаптау. Жаз — мезгіл атауы, дәптерге жаз. Басылым — журнал шығару, басылым жұмысы. Аты — жылқы, адамның аты. Төртінші тапсырма: нөмірі 20 аудионы тыңдаңыздар. Мәтін мазмұны бойынша дұрыс жауаптың астын сызыңыздар. Дермене жусаны жартылай бұталы өсімдік. Алдымен дермененің жапырағын жинайды. Дермене жусанның тұнбасы асқазан мен шек бездерінің қызметін жақсартады. Тапсырма: мәтін мазмұнын ашатын тақырыпты таңдаңдар. Дермене жусаны дәрілік өсімдік. Тапсырма: артық сөз тіркесін табыңдар. Бірінші: тұзды құрт, екінші: сабақ оқу, үшінші: ас қазанда тұр, төртінші: ішек ауруына дәрі. Тапсырма: қарамен берілген сөздердің қандай мағынада қолданылғанын көрсетіңдер. Жусанның кіндік тамыры жуан болып келеді және айналасында қосымша тамырлар болады. Кіндік сөзі негізгі. Екінші: жусанның қызғылт түсті сабақтары тік болып өседі. Тік, тура. Үшінші: елімізде дәрілік өсімдіктің көптеген түрі кездеседі. Түрі сұрыбы. Бесінші тапсырма: сөздердің амонимдік қатарын тауып жазыңдар. Қара — қара басу, алыстан қара көріну, қара киім, айналаңа қара. Жақ — адамның жағы, кінәлі жақтың сөзі, оң жақ. Жас — сөздің жасы, бозбалалық жас. Көр — кино, көр қазу. Алтыншы тапсырма: мақал мәтелдердің амоним болатын сөздерді теріп жазыңдар. Ара — ағаш кесетін ара, араның балы, екі ара келісу. Алма — алманың түрі, сұраусыз алма, есімім алма. Ішінен — үйдің іші, адамның іші. Бақ — малды бақ, бақ қонды. Жетінші тапсырма: кім тапқыр? Ребусты шешіп, жасырын тұрған бөлтірік
шешеннің айтқан сөзін түсіндіріңдер. Жер деген байлық, ел деген халық. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.